Дулат Исабеков, Қарғын, жалғасы. Күздің ақырғы айының ақырғы күндері еді. Таңертең басталған жаңбыр түстен кейін қарға айналып, ол қайтадан суық жаңбырға ауысып, қаладағы асфальт көшелер мен тротуарлар аяқ басуға жеркенердей шылқып жатқан. Бағиланың студенттермен жұмысқа барып келгеніне де жарты айдай ғана уақыт өткен. Сәргел оны қалада қалдырмақ еді, ауырып қаласың деп Мәлике де Сәргелді қостаған. Бірақ Бағиланың қаладан аулақтау кеткісі келді. Мәликенің көріпкелі бар екен. Бағила жұмысқа араласқан соң 2 күннен кейін ыстығы көтеріліп, жалпасынан түсті. Жұмыс соншалықты ауырда емес, бар болғаны совхоздың алмасын жинау. Бұларды жұмысқа алып келген жас мұғалім оған жаны ашып, Алматыға қайтармақ болып еді, Бағиланың өзі көнбеді. Ол студенттерге босатылып берілген совхоздың қонақ үйінде 4 күн бойы төсек тартып жатып алды. 4 күн бойы жас мұғалім оның маңынан ұзамай қойды. Одан гөрі де ұзақ жататын беді. Бағила студенттер арасында пайда болған күдікті көзқарастар мен күбір-сыбырлардан қауіптеніп ерте тұрып кетті. Осы 4 күн жас мұғалім Серботаға махаббаттың айықпас ауруына біржолата шалдығып шығуына толық жетіп жатыр еді. Әрі жас, әрі жігерлі, әрі алаңдайтын семьясы жоқ. Студенттердің тілін таба біледі деп жіберген Сербота махаббаттың әлегінен жыны жығылып, Алматыға азып қайтты. Курстағы жігіт біткеннің Бағилаға ғашық болмағаны жоқ еді. Қолдары қалт етсе, болмашы нәрсені сылтауратып, ең аз дегенде 4-5-еуі оның қасына жинала қалатын. Мұғалім ретінде олардың ортасына сұғына беруге ыңғайсызданатын Сербота алыста жүріп мұңға батады. Жаратылысынан нақты ғылымға бейім жігіт сары уайымның салдарынан ақындық өнерге душар боп, оған лирика-философиялық хаттар жазды. Бағила олардың біріне де жауап қайтармай, қолы бос кезінде оқып көңілденсін деп бәрін Мәликеге жіберіп отырды. Аспанды ботана бұлт түгел жапқан, жуық арада ашыла қоятын түрі жоқ. Тротуардың екі жағына қатарласа өскен қара ағаштар сары жапырақтарынан айырылып, сидиіп мүлгіп тұр. Қаланың еңселі үйлері де жазғы сәнінен айырылып, көңілсіз сұрғылт тіргеніпті. Бағила бүгін сабақтан ертерек шыққан соң жол жөнекей пластинкалар дүкеніне бұрылды да, одан көңіліне ұнар ештеңе таппаған соң көшеге шығып, таксиге қол көтерді. Ішінде бір ғана жолаушысы бар такси оның алдына кеп тұра қалды. Қыз адресін айтты. Жолымыз бір екен, отырыңыз деді шофер көңілді дауыспен. Бағила шатырын сындырып ішке енді де артқы орынға жайғасты. Баратын жеріңіз өз үйіңіз бе? Деді алдында отырған жігіт бері қарай мойында бұрмастан. Сіз маған айтып отырсыз ба? Деді Бағила. Я, сізден басқа ешкім жоқ екенін білесіз ғой. Оның қажеті қанша? Бұл сұрағыңыз ба, жауабыңыз ба? Қалай қабылдағыңыз келсе де қарсылығым жоқ, деді қыз наразы үнмен. Соншалықты тапқыр сөз емес. Сіз басқаша жауап берер деп күтіп ем, өзгелерден түк те айырмаңыз жоқ екен. Неге өзгелерден басқа болуым керек? Жігіт мырс етті. Өзіңіз біліңіз, онда менің шаруам шамалы. Тек сізді басқа қыздардан бөлекше шығар деп ойлағаным ғой. Папаңыз осында ма, ауылда ма? Бейтаныс адамның аш кенедей жабысып, қадала қойған сұрақтары Бағиланың намысына тиді. Сіз менің папамды танымайсыз, онда шаруаңыз қанша? Ол кісіні ұмытуға бола ма? Сізді де жақсы танимын. Жүргізуші жолдас, машинаны тоқтатыңызшы, деді Бағила. Мен түсіп қалайын. Жүре беріңіз, деді жігіт сенімді салқын үнмен. Сонан соң сөзін тағы да қызға бағыттады. Айтыңызшы, ұмытып барады екем, оқуға түстіңіз бе? Бағила дәл қойылған мына сұрақтан тосылып, күдік пен таңданудың екі ортасында сәл абдырап қалды. Я, оны қайдан білесіз? О баста осылайша жауап бергеніңіз жөн болар еді. Сіздің оқуға түспей қалмайтыныңыз белгілі. Неге олай дейсіз? Неге олай дейтінім сізге тағы да белгілі. Бағила оның қушықтау жауырыны мен мойын орағышынан бері екі елі бері асып тұрған қою қара да қайратты шашына, тіп-тік кеудесіне, мойын бұрбай сіресіп отырған қалпына жақтырмай қарады. Сіз өмірге өте ызалы адам болуыңыз керек, деді ол осы сөзінен өзіне жұбаныш тауып. Болса болар, сіз жақында түсесіз, ұмытпай тұрғанда сұрап қалайын. Купелеріңізде қалған баяғы бір парақ қағазды жыртып тастаған жоқсыздар ма? Көз алдынан найзағай жарқ ете түсті. Сол найзағай соққысы Бағиланың өн бойын шымырлатып, қан тамырларын бір сәтке буып тастады. Шалшықтарды шашыратып, зулап келе жатқан машина кенет саңылауы жоқ туннельге сүңгіп кеткендей төңірек түнекке айналып, әлден соң барып қана жанарына қара ілікті.
Ең бірінші көргені тағы да сол қимылсыз отырған тұлға болды. Бір парақ қағазды оқыған сәттен бері ойынан шықпай, өзін азапқа да батырып келген тұлға. Сол адам қарсы алдында, қол созымхана жерде отыр. Кім ойлаған, деді ішінен Бағила, әлі де өзіне өзі жөнді келе алмай. Бұлай кездесеміз деп ойлап пем, таксиде, мен тоқтатқан таксиде, түсімде көрдім деуге де жанаспайтын неткен кезде соқтық. Сіз жауап бермедіңіз ғой, әлде ойыңызға түсіре алмай отырсыз ба? Жігіт орындық арқалығына сол шынтағын қойып бері қарады. Жүрегіңді дір еткізер сол баяғы салқын жүз, жебедей қадалар сол баяғы мұздай жанар. Менде, деді Бағила естілер естілмес қана сыбырлап. Ол бұл сөзді қалай айтқанын өзі де байқамады. Жоғалтпағаныңыз үшін рахмет. Ол қағазда ойларымның жиынтығы жазылып еді. Сіздерге қымбат бола қоймас, маған өте қажет. Мен сізден оны қалай алсам екен? Жасын Бағилаға көз тоқтата қарады. Қысылмай, қымтырылмай тураға далған жанар жас қыздың жүрегін жуалдыздай жаншып өтті. Сол шаншу бүкіл жаны мен тәнін тұтқындап, ерекше бір сиқырлы күштің құдіретімен оған айтпаспын деген сөзін еріксіз тілі ұшына итерді. Жоқ, мен үшін ол қағаз өте қымбат, деді Бағила өзін өзі билеуден қалып. Қажет болса, әкеп берейін. Жасын бұрынғыдай селқос емес, қыз жүзіне барлай қарады. Мұздай жанарына лып етіп жылылық енгенде болды. Адалдығыңызға ризамын, деді жігіт қыз сөзі мен үніндегі таза көңілді байқап. Бір жапырақ қағазды тұмардай жоқтап отырғаным тосын адамға өрескелде көрінер. Оның не себепті қажет екенін ғана айттым. Екінші себебі, өзім ұнатпайтын адамдардың қолында ескі ұлтарағымның қалғанында қаламаймын. Жігіттің соңғы сөзі Бағиланың жылы жүрегіне қырау қатырды. Қарсы алдында отырған осы бір бейтаныс кешірім дегеннен жұрдай, кісінің ақ қарасын ажыратып жатпайтын мейірімсіз жандай көрінді. Бағила әңгіменің сол бір парақ қағазға кеп тірелген сәтінен бастап өзінің кілт өзгергенін, арбалған торғайда ерекше бір сиқырлы күштің жетегіне еріп жүре бергенін, өзін өзі билей алмағандығы үшін намыстан жарыла жаздап отырғанын. Ең бастысы, осының бәрі мына жігітке мұздай қалпынан бір өзгермеуі әуелі өзінің, қала берді әкесінің арын қорлағандай сезінді. Я, деді Бағила ызаға булығып, шын айтасыз, біз үшін оның ескі ұлтарақтайда бағасы жоқ. Жәй, кітаптардың арасына байқаусыз салып қойыппын. Оның задан тынысы тарылып, қолындағы жапон шатырын мыжғылай берді. Төмен қарап отырғанмен, қарсы алдында өзіне қадалған жанардың суық лебін сезінумен болды. Заланғанымды анық байқады, деді Бағила іштей. Жаңа ғана мүлде басқаша жауап беріп едім ғой. Ол сөз жоқ, мені күлкіге айналдырып отыр. Өте жақсы, деді жігіт бетін алға бұрып. Шамалауымша, түстен кейін оқитын болуларыңыз керек. Қай аудитория? Сағат қаншада деп сұрағаныммен, қазір маған жауап беретін жағдайда емессіз. Сондықтан былай келсейік. Мен ертең аудиторияларыңызды сабақ кестесінен тауып алып, үзілісте дәл сол аудиторияның есігінің алдында күтейін. Сіз маған әкеп бере қойыңыз. Меніңше, мұның түк те қиындығы жоқ. Ал егер оны да 50 деп есептесеңіз, біреуден беріп жібере салыңыз. Нақ сол кезде сіздердің есіктеріңіздің алдында менен басқа бөтен адам бола қоймас. Бірінші сабақтың бірінші үзілісінде келем. Осыған келісесіз бе? Қыз үндемеді. Оның сөздерінің соншалықты ауыр, бірақ соншалықты дәл шығып жатқаны көмейін бітеп тастады. Егер оны 50 деп есептесеңіз. Неткен қазымырлық. Бағила осы кездесуден соң түні бойы өзімен өзінің арпалысып шығарын. Мына жігітке деген бұрынғы ыстық ықыласы мен бүгінгі салқын сезімі тайтыласқа түсіп, бәрібір суықты ыстық жеңерін. Сөйтіп, бір жапырақ қағазды онымен кездесудің дәнекері етіп, сыртқа өзі алып шығарын осы машинада отырып ақ күн ілгері топшылап қойып еді. Бірақ жігіт сыныққа сылтау қалдырмай, бірақ сөзбен оның алдын кесіп, амалын құртып кетті. Бағила соған ызаланды. Сол ыза көмейіне тобық боп кептеліп, көзіне жас үйірді. Машина оның үйінің тұсына кеп тоқтады. Бағила таксиске бір соп ақша берді. Ана мейірімсіз мен төлейін деп айтпады да. Ол асфальттың қарлы балшығын бұрқырата кешіп, үйіне қарай тез-тез жүре берді. Қол шатырын ашып төбесіне көтеруді ойлағанда жоқ. Кең арқадан өтіп, үйіне қарай бұрыла бергенде қараңғы бұрыштан таныс адамның пошымын көріп қалғандай болды. Мұны қайдан көріп едім деген сұрау шырмауықтай шарпысқан ызалы ойының арасынан жылт ете қалды.
Бағила жылт еткен бұл сұраққа да, қимылсыз тұрған тұлғаға да мән бермей, оның жанынан өте берді. Бағила, деді жансыз бейнеге оқыс тіл бітіп. Қыз селк ете түсті. Сербота. Плаш пальтосының қалтасына қолын сұғып, бұған қараңғылықтан телміре қарап тұр. Далада көп жүрген болса керек, шляпасының ернеуінен су тамшылап, онсыз да ет боп езіліп кеткен иығына құйылып жатыр. Сербота ағай, бұл сізсіз бе? Деді қыз 2-3 адым жерден таңдана дауыстап. Я, менмін, кешіріңіз, мен сізге... Сербота ағай, сізге не болған? Бала емессіз ғой, мұныңыз не? Маған үйге қайт демексіз бе? Олай демей-ақ қояйын, бірақ мына тұрысыңыз ыңғайсыз ғой. Және Сәргел ағайды жақсы танисыз. Ол кісі көріп қалса, көре берсін. Сізге бәрібір болғанмен, маған бәрібір емес. Түсініңіз, ертеңде күн бар ғой, деді Бағила дәл қазір одан құтылуды ғана ойлап. Суық тиіп ауырып қаласыз. Мейлі, сіз үшін... Япырай, ол жан-жағына жасқана қарап қойды. Тіпті ұят екен, қайтыңызшы Құдай үшін, өтінемін. Біраздан соң сізге телефон соғайын. Керегі жоқ, ал сау болыңыз, мен кетемін. Терезеден біз тұрған жер апанық көрінеді. Былайрақ кетейік. Сіз мені ренжіткіңіз келмесе, қазір қайтыңыз. Алдағы жексенбіде маған тым болмаса 2 сағат уақытыңызды арнаймын деп уәде бермесеңіз кетпеймін. Күте-күте, шыдай-шыдай болдым. Ой, Тәңір-ай, енді мынандай халге душар болдым ба? Деді қыз өзіне өзі. Енді не амал бар? Ятай, жарайды. Бұл менен құтылу үшін айтылған сөз емес пе? Тух, сізге не болған бүгін? Жарайды дедім ғой. Рахмет, деді Сербота күрсініп. Сіз жүре беріңіз, мен қазір қайтамын. Бағила басқа ләм деместен подъезге жүгіре кіріп, пружиналы есікті сарт жапты. Сол жерде тұрып есін жинағандай көзін жұмды. Неткен ауыр күн еді, деді күбірлеп. Бір арпалысым аз болғандай, мына жайға тағы тап болдым-ау. Ол үйге кіріп келгенде Мәлике мұның түрінен шошып айғайлап жібере жаздады. Не болды? Деген Мәликенің үрейлі сұрағына есікке арқасын сүйеп тұрып. Көрдім, деп жауап берді. Кімді? Екеуінде. Немене? Екеуінде деймін. Бірін таксиде, екіншісін үйге кіре берісте. Біріне ақша бердім, екіншісіне уәде бердім. О жасаған ақ падишаны сақтай көр. Ол езу тартқан болды. Сен мені жындандырмай тынбайтын шығарсың, жөндеп айтшы. Әуелі шешініп алайын, Лике, деді Бағила оған күле қарап. Сур, сен ішіп алғанбысың? Лике, ол бізді ұнатпайды. Лике, мені де, бәрімізді. Бүгінгі оқиғаларды ол Мәликеге түгел айтып берді. Лике, деді Бағила аспанға қарап жатып. Әйел атаулының өмірі осындай арпалыспен өтеме? Бұл әлі бастамасы ғана. Қандай аянышты. Төзу керек, көну керек, иілу керек. Менің ешкімді сүйгім келмейді, Лике. Ол сенің еркіңде емес, Сур. Сүйу деген ешкімнен рұқсат алып келмейді. Ол тіпті өзіңмен де санаспайды. Сүйу өзгеге тәнің мен жаныңды құл етіп матап беретін тәтті сүйкімсіз жауыз. Сіз біреуді сүйіп көрдіңіз бе? Көрдім. Мен шын сұрап тұрмын. Мен неге өтірік жауап берем? Ол немен бітті? Көріп жүрсің ғой, сенің әкеңнің немере ағасына тұрмысқа шығуымен бітті. Бағила оның жүзінен кермек күлкіні көрді. Сіз сірге неге тұрмысқа шықтыңыз? Сізді ешкім зорлап көндірген жоқ. 10 жыл бойы мектеп программасынан оқып келгеніміздей қалыңмал құрбаны болған жоқсыз. Осындай кезде 70-ші жылдардың басында сізді бұған итерген ненің әсері? Мәлике креслосына шалқайып ауыр бір күрсінді де 2 шынтағын тізесіне қойып қайтадан алға өтіп отырды. Сур, бұл өте ұзақ, әрі мейлінше сұрғылт әңгіме. Оның ешкімге қызығы жоқ, тіпті өзіме де. Кейде мен өткен өмірімді мүлдем есіме алғым келмейді. Қолымда бір құдіретті күш болса, бәрін бір жолата із қалдырмай өзгертіп, ертеңгі күнмен өмір сүргім келеді. Өзің айтшы, композитор күйеуді қалаймын ба, махаббаты мен қазы қартаны қатар алып жүре алатын бишара, пасық жігіттерді аңсаймын ба? Әлде бір әйелін қызғаншақтықтан өлтіріп, менің де жанымды тасқа тамған тамшыдай білдірмей қажап келе жатқан Қытымыр Сәргелге ризамын ба? Сен болашақ тарихшысың ғой, сәл тереңірек ойланшы. Жер үстіндегі тіршіліктің жаралғанына 5 миллиардтай жыл бопты.
Оны да ешкім санап тұрған жоқ, одан да көп болуы мүмкін. Содан бергі тіршіліктің бірде біреуін білмейміз. Бәрі бізсіз өтті. Біз басқа бір белгісіз кеңістікте белгісіз молекула, не белгісіз бір бөлшек болып ұшып жүрдік. Кенет дүниеге келдік. Ақылы бар, ойы бар, тілі бар, дыбыс пен бояудың сырық түсіне білетін қасиеті бар. Адам формасында келдік. Қысқа ғана мерзімге. Асығыспыз, уақыт жоқ. Белгісіз кеңістіктегі белгісіз бөлшекке тез қайта айналуымыз керек. Сонда деймін-ау, сонда не үшін келдік? Не үшін келдім? Композиторға тұрмысқа шығып, 3 айдан соң ажырасу үшін. Түсінігі мен түйсігінен пендешілігі терең жігіттерге қазы қарта үлестіру үшін. Әйелі өлген сәргелге ол бұл сөзді батырып айтты. Тұрмысқа шығып, зым-зия ғайып болу үшін бе? Сол үшін ғана келдім бе? Лике, басқа қандай мақсатыңыз бар? Сіз нені армандайсыз? Білмеймін, Сур, деді Мәлике алақанымен иегін тіреп. Бір сөзбен айту қиын. Жалпы, ойыңдағы көксегенің бір сөзге сиятын болса, оның да соншалықты мәні бола қоймас. Мен күні кешеге дейін өз өмірімнің әр күнінен ғажайып бір жаңа құбылысты, жаңа бетбұрысты күтіп келдім. Әне, міне, ол есігімді қағады деп күттім. Қағады да мені ертегідей бір өмірге жетелеп алып кете баратындай көрінетін. Лағы өлген киіктей ол қиялымда суалып бітті. Ерте суалды. Өйткені мен ертеңгі күнімді ерте түсіндім. Бәрі алақандағыдай. Ешқандай сыры, ешқандай жұмбағы жоқ. Бүгін 8 сағат жұмысы, 1 сағат үзіліс, кешкі ас, 7 сағат ұйқы. Ертең 8 сағат жұмыс, 1 сағат үзіліс, кешкі ас, 7 сағат ұйқы. Осылай кете барады, өте барады. Өмір бойы. Лике, деді Бағила, сіз мүлде адасқан жансыз. Сіз не жазушы, не жиһангез болуыңыз керек еді. Өзіңізді өзіңіз дүкенге бекер қамағансыз. Мынандай ойларыңызды қазы қартанмен қымыра сататын тар дүкенде тұншықтыру обал ғой. Мәлике кенет сықылықтай күлді. Ол Бағиланың әдемі мұрнынан тағы қысып қойды. Сенің ойың ұшталып келеді. Сұрақтарың бітті ме, жолдас тілші? Жоқ, сіз ешқайсысына да жауап берген жоқсыз. Бәрі аяқсыз қалды. Басқа бір кезде, Сур, сағат 11 бопты. Таңертең ерте тұру керек. Оның үстіне сенімен ұзақ сөйлесіп қалсам, сырдың қызғанышы оянады. Жалпы, оның қызғанышы оянуы үшін менің қарсы алдымда жанды бейненің отыруы шарт емес. Егер столға шампанның бөтелкесін қойып, сол жерде үнсіз ойға шома қалсаң, ол сені бөтелкеден де қызғанады. Демек, ол сізді жанындай сүйеді. Сондықтан әйелін бөтелкеден де, қарындасынан да қызғанады. Ол аузын алақанымен басып тұншыға күлді. Кейде маған ол бұл дүниеге тек әйелін қызғанып өту үшін ғана келген сияқты болып көрінеді. Бағила да күлді. Саған күлкі жарасады, деді Мәлике. Саған бәрі жарасады. Егер сен өгіздің мүйізін басыңа жапсырып алсаң да жараса берер еді. Ал музыка тыңда, кітап оқы, қиял кез. Түбі сен осы бөлмеден не данышпан боп шығасың, не ақылыңнан адасып шығасың. Ол орнынан тұрды да күлкісін жиып, сенің өз ақылың өзіңе жететін сияқты. Байқа, әлі тым жассың. Шамаңның жеткенінше махаббат деген феодалдың құлы болмай, бостандықта жүре тұруға тырыс. Бағила оған сүйсіне қарап тұрып, көзін жұмып басын изеді. Ол шығып кетті. Біраздан соң Бағила бас жағындағы кітаптың арасынан ертең сабаққа алып баратын бір парақ қағазды тауып алып, оны тез оқып шықты. Өткен жолғыдай емес, түсінікті, айқын секілді. Және ондағы сөздердің бәрінен жасынның айқын да бұлтартпас қоңыр салқын үні естіліп тұрғандай болды. Ол қағазды жанындағы кітаптың үстіне қойып төбеге қарады. Назары одан сәл төмен жылжығанда бұғының кепкен басын көрді. Ол бәз баяғысынша көрінбейтін көкжиекке еліре таңдана қарап тұр. Қараған сайын қарай бергісі келетін сияқты. Торшердің сарғыш сәулесінен оның жанары сәл күңгірт тартып, бұрынғы бейкүнә қалпына болмашы ғана өкініш пен мұң ұялапты. Бір кезде сол жанар бірте-бірте мүлдем суық тартып, Бағиланың дәл өзіне қадалып тұрғандай көрінеді. Оның жүрегі дір ете түсті. Мына жанар бүгінгі таныс бейтаныстың жанарына ұқсайтын сияқты. Жебедей өткір, сүңгідей шелдің құдығындай терең.
әрі жақын, әрі жат, әрі үрейлі, әрі қымбат. Алғашқы сабақтың бірінші үзілісі жақындаған сайын Бағиланың тынысы тарылып, сабыры кете бастады. Бірде ол мына лекцияны жалтырбас кәрі мұғалім тым созып жібергенде сезінсе, келесі сәтте дәл осы жылтырбас оны қасақана асығыс бітіргелі жеделдетіп жатқандай көрді. Ол мұғалімнің не айтып, не қойып жатқанымен ісі болған жоқ. Басында тұрған бірақ сұраққа, өзім алып шығайын ба, біреуден беріп жіберейін ба деген сұраққа жауап іздеумен болды. Қоңырау кенет шыр ете түскенде Бағила селт ете қалды. Тасқа құлаған шыныдай ойы быт-шыт болды. Сонда ғана барып, ол өзінің әлгі сұраққа жауап әзірлемегенін сезді. Дәл осы сәтте ол өзі де түсінік болмайтын ерекше қалып танытып, орнынан тұрды да асығыс есікке беттеді. Миының басқа бір нүктесінде жасырын дайындалған шешім қажет шақта басқа күдік пен басқа жауаптың бәрін қас-қағым сәтте тұншықтыра салды да өз өміріне еріксіз бағындырды. Бағила мұғалімнен соң іле шала шыққанда жігіт коридордың алыс түкпірінде бері қарап темекі шегіп тұр екен. Қызды көрген соң ол жайлап жақындай берді. «Сәлеметсіз бе?» деді Бағиланың жанына таянғанда. «Кешіріңіз, сіздің атыңыз кім?» Қыз кешегі кегінің әлі басылмағанын сездіргісі кеп жауап бермей үнсіз тұрды да өзіне қадалып тұрған өткір жанарды қарамаса да тәнімен сезініп көпке шыдай алмады. «Бағила», деді ол даусы дірілдеп. Сөйтті де кітап арасынан бір парақ қағазды іздей бастады. «Онша жақсы емес екен», деді жігіт. «Алматының кондитерлері жасаған карамель сияқты езіліп тұр». Сіз мейлінше мейірімсіз адамсыз, немесе осының бәрін әдейі жасайсыз. Менің арыма тиюге хақыңыз жоқ», қыз жыларман халде әрең сөйледі. «Алғашқы ойыңыз рас болар деп қорқам». Ол қағазды алып іш қалтасына салды. «Рахмет. Осымен бір жола қоштасуға да болар еді. Бірақ сізге айтатын сөзім бар. Қорықпаңыз, махаббатқа мүлде маңайламайды. Жүрегін алып жүгіріп жүргендер мұнда менсіз де жеткілікті шығар». Ол тағы да қателескен жоқ, дәл тиді. Жасын сөзінің қызға ерекше әсер еткенін, оның имек қастарының дір ете түскенінен сезді. «Кешке менің уақытым жоқ», деді Бағила келсе кетудің ретін таппай. «Кешке? Кеш қыз бен жігіттің кездесуі боп кетеді. Сіз қазір шығыңыз. Біліміңіз бір сабаққа олқы болар. Мен төменде күтем». Телефон автоматтың жанында. Ол осыны айтты да тез бұрылып жүре берді. Қыз есін жиямын дегенше, ол басқышпен сәл жүгіре басып төмен түсіп бара жатты. «Бағила, ол кім?» деді мұның қасында отыратын қыз жанына жетіп кеп. «Туысым». «Өтірік айтады», деді серейген бір жігіт. «Сен оны танымайсың да». «Ал, мен оның кім екенін білем. Ол әйгілі Жасын. Автограф алайын деп едім, сөздерін бұзуға ұялдым». «Жасын?» Бір топ қыздар мен жігіттер шу ете қалды. «Қап, бағана неге айтпадың? Автограф алатын едік». «Ол әлі осындай жас педі? Қыран көз, Жасын десе жасындай келісті екен». Бағиланың жанында отыратын қыз оған деген ықыласын жасырмай айтты. Әлгі жігіт тағы сөзге араласты. «Жасын оның әдеби бүркеншік аты, псевдонимі. Шын аты кім екенін Бағила айтсын, туысы ғой». «Шын аты кім, ә?» Қыздар оны қоршап алды. «Жылқайдар». Шегінуге жер жоқ. Кенет оның туысы боп шыққан соң шын атын білмеуге болмайтын еді. Ол аузына түскен бірінші есімді айта салды. «Жылқайдар». Қандай ол ағат? «Жылқайдар Мәдиев». Мынандай атпен жазушы емес, колхозда зоотехник болу керек. «Жасын». Бұл басқа. Бұл найзағайдай тіліп түсетін өткір ойлы жазушыға ғана тән. «Бағила, ол сенің туысың ба?» «Я». «Оны бұрын неге айтпай келдің? Мені таныстыршы, жарай ма?» «Әуелі қалың малын төле». Әлгі серейген жігіт кеудесін сыртта қалдырып, мойнын топтың ішіне сұқты. Оның басы үлкен, мойны жіңішке. Жаздың күндері көйлекшең жүргенде басы таяққа кигізген боксшының қолбағындай боп көрінетін. Сонысын білдіргісі келмей, ол қысы-жазы қыздардың капрон орамалын мойнына галстук секілді етіп байлап жүреді. «Қалың малын төлеймін», деді қыз күлімдеп. «Бір стақан манго және мейіз қосқан пирог». «Келістім». Жігіт қыздардың екі иығының арасынан қолын сумаң еткізіп созды. Саусақтары магазиннен бүгін сатып алған айырдай қарақошқыл. Білегі олақтың жасаған сабындай кедір-бұдыр ирек-ирек екен. Осы иір сапты айырдың арғы басында сойған түлкідей ырсия күліп таяққа кигізілген боксшының қолғабы тұр.
Ой, әрі кетші, деді қыз оның қолын қағып. Келістік қой? Мақұл. Бағила еріксіз күлімсіреп басын изеді. Онымен танысып қайтпексің, деді жігіт тағы кимелеп. Біріншіден, ол үйленген. Екіншіден, 2 баласы бар. Болса бола берсін. Махаббатқа неке куәлігінің қажеті жоқ. Қоңырау соғылды. Студенттер ішке кіре бастады. Бағила не істерін білмей екі ойдың ортасында тұрып қалды. Төменнен бір жігіт бір қызды қолынан жетектеп жүгіре жөнелді. Такламакан келе жатыр, ішке кірейік. Такламакан ерте дүние тарихынан лекция оқитын мұғалім. Сөз арасында ол так деген орыс сөзін көп араластыратын болған соң, және басының шөл даладай тақырлығына қарап студенттер Такламакан шөлі деп атап кеткен. Бұл айдардың қашан шыққаны белгісіз. Қазіргі бірінші курсқа ол бұрынғы студенттерден мұра боп қалған. Бертін келе шөл жыртылып қалып, жалғыз Такламакан ғана қалды. Жанат, менің сумкамды әкеп берші, деп ішке кіре берген құрбысына. Ол құстай ұшып барып сумкамен қайта оралды. Қайтып келесің бе? 1 сағаттан соң. Жасынмен кездесуге ме? Бағила дір ете қалды. Қорықпа, онда тұрған ештеңе жоқ. Менен сәлем айт. Саған туыс емес екенін оңай уәде бергеніңнен біліп ем. Ал, жолың болсын. Такламаканның төбесі көрінді. Зыт. Бағила коридордың алыс түкпіріне қарай бұрылып кетті. Екеуі маңайдағы кафенің бір бұрышына кеп отырды. Жасын 2 кофе, лимонад, шампан және шоколад заказ берді. Заказдарын даяшы әке балдарына қойғанша олар үндеген жоқ. Жасын шампанды ашты да 2 фужерге де орталап құйды. Менің жоғалған қағазымның табылғаны үшін, деді ол фужерін көтеріп. Бағила да ыдысын қолына алды. Мен ішпеймін, деді шампан көпіршіктерінен көз алмай. Өзіңіз біліңіз, бірақ ұрттап отырғаныңыз жөн болар еді. 1 сағат бойы үнсіз, қимылсыз отыру адамға ауыр тиеді ғой. Бағила мұздай шампаннан 2 ұрттады. 10 жылдықты бітіру кешінде 1 бокалын ішкені бар. Қыжылдаған газы қолқасын жарып жібере жаздаған. Сонан кейін татып отырғаны осы. Аузыма алмаспын деведі, ешкім қинамай-ақ ұрттай салғанына өзі таң қалды. Сол дәм, сол қасиет. 2 ұрттам шампанның газы өкпесін қысып, тыныс жолдарына вакуум пайда болғандай әрең демалды. Сіз тарих факультетіне неге түстіңіз? Деді Жасын әлден соң оған тура қарап. Мүлдем күтпеген сұрақтан қыз абдырап қалды. Ұялмаңыз, деді ол сәл жымиып. Мен қай тақырыпта болмасын ашық сөйлескенді ұнатам. Ашығын айтсам, деді қыз Жасынның жүзіне қарамауға тырысып. Кешегі оқиғадан соң сізбен кездескеніме өкініп едім. Енді кездесе қалсам, сөйлеспеуге, теріс айналып кетуге бел байлап ем. Мұнда келіп қалғанымды өзім де кешіре алмай отырмын. Міне қызық, деді жігіт. Кешіре алмайтын мен болуым керек еді ғой. Сіздің себебіңіз бен менің себебім екі басқа. Сіз бәрімізге тіл тигіздіңіз. Мені адам құрлы санамадыңыз да? Мен мұндай сөзді ешкімнен естіген емеспін. Тіпті естимін деп ойлағанда емеспін. Бәлкім, мұнда келгенде осы ренішімді білдіру ойымда болған шығар. Сіз кешегіден гөрі бүгін ақылдылаусыз, деді Жасын жайбарақат шампаннан ұрттап. Намыстың үлкен кішісі болмайды, және ол еркек, әйел деп жынысқа да бөлінбейді. Сіздің ренішіңіз менің ренішімнің баласы, немересі, тағы сол сияқтылар. Өйткені олардың бәрі менің ренішімнен тарайды. Әкеңіз үлкен қызметкер ғой шамасы. Оның сізге қажеті жоқ. Сонан соң сізден өтінерім, әңгімеге әкемді араластырмаңыз. Онда мен тұрамда кетіп қалам. Сіздің жағдайыңыз маған қарағанда әлдеқайда жеңіл. Өйткені сіз өз еркіңізбен тұрасыз да кетіп қаласыз. Ал мені қуып шыққан. Айырмасы бар шығар деймін. Қыз мүдіріп қалды. Бір кезде өздері купеден қуып шыққан жігіттің алдында бүгін қатты қысылды. Және ол жігіттің басқа біреу емес, аты шулы Жасын боп кездесуі оның ар алдындағы ұятын қоюлата түсті. Жарайды, бұл тақырыпты қояйық, деді жігіт. Сіз екеуміз бір-бірімізге сот құрғаннан нәтижеге қолымыз жетпес. Сонымен, тарих факультетіне неге түстіңіз? Демек, тарихшы болғым келген шығар. Тарих пәні мен тарих ғылымына сіздің сұлулығыңыз аса қажет пе екен? Немесе керісінше, сіздің сұлулығыңызға тек тарих пәні мен тарих ғылымы аса қажет пе? Сізге менің бір құрбы қызым сәлем айтты. Оның бұл арада қандай қатысы бар? Білмеймін. Тарих пен сұлулықтың да бір-біріне қандай қатысы бар екенін түсіне алмай отырмын. Жасын аузына апара жатқан фужерін орта жолдан қайтарып столға қойды.
Білесіз бе, сіз маған ұнап келе жатырсыз, деді оған сүйсіне қарап. Маған адам бойындағы сұлулықтан гөрі сөз ұнайды. Білем, қайдан білесіз? Бірнеше қайталап оқып шыққан сіздің 2 кітабыңыз айтты. Жасын кеудесін көтеріп, сүйріктей саусақтарымен бокалды сипалап, өзі айтқан сөзінен өзі ыңғайсызданып отырған қызға сүйсіне қарады. Басқа қандай кітаптар оқып едіңіз? Көп емес. Сіздің ойлау жүйеңіз ерекше екен. Кеше неге осылай сөйлемедіңіз? Өйткені сіз бірден намысқа тие сөйледіңіз. Білесіз бе, мен түнімен қорланып, зәбірленіп шықтым. Жыладым да. Сізді мейлінше жек көріп кеттім. Бүгін неге келдіңіз? Мен сізді қинаған жоқпын. Қила өтінген жоқпын ғой. Бір себебін айттым-ау деймін. Басқа себебі? Менің аузымнан сіз үшін келдім деген сөздің шығуын күтіп отырсыз ба? Жасын шампаннан тағы ұрттап, мұздап қалған кофені ерніне тигізіп қайта қойды. Қазақ қыздарының ойына орала қоймайтын жауап. Оның үстіне сіздің жасыңызда. Сіз мені мұнда неге шақырдыңыз? Ұмытып кеткен жоқсыз ба? Жоқ. Білесіз бе, менің ойымда көп нәрселер бар еді. Енді оның бәрін айтқым келмей қалды. Сонау пойыздағы оқиғадан бастап сіздің таңдамай, талғамай мойныңызға іле салған тарихшының қамытына шейін айтпақ едім. Менің тарихшы болуым орынсыз ба? Жылқының Ақалтеке деген тұқымын білесіз бе? Оқығам, көргенімде бар. Ең сұлу жылқы. Сол Ақалтеке мойнынан қамыт көрсеңіз, қандай күйде болар едіңіз? Ол қандай күйде тұрар еді? Өзіңіз айтыңызшы, сіз қандай күйдесіз, мен қандай күйдемін, деді қыз кірпік қағым сәтте оның жүзіне көз тастап. Егер мен атбегі болсам, асылып өлер едім. Жанашыр болсам, кафеге шақырып ұрсар едім. Ақалтекені ме? Қыз ақ түймедей жылтыраған тістерін көрсете күлді. Күлген кезде мұрнының жоғарғы жағына жібек талшықтарындай жүп-жұқа қатпар пайда болады екен. Жасын таң қалды. Әдемілікке ғана емес, көңілі түссе үйіп төгіп бір адамға барын бере салатын табиғаттың қазақы, жомарт мінезіне таң қалды. Және Бағиланың жаратылысына қарап отырып, табиғат пен қазақы мінездің арасынан ұқсастық тапқанына қуанды. Жасын да езу тартты. Я, деді ол, Ақалтекені. Менің жеңгем бар, осында. Ол мені Сур деп атайды. Куприннің Ольга Сур деген әңгімесіне және тағы өзінің ойлап тапқандарына байланысты. Ал сіз Ақалтеке деп аталғалы отырсыз. Менің өз атым өзіме бұйырмайтын болды. Ол тағы жымиды. Ақалтеке дегенге ренжімеңіз. Егер мен Құдай болсам, адамдарды маймылдан емес, Ақалтекеден жаратар едім. Қазіргі ғылым адамдары маймылдан жаралды дегенді жоққа шығарып жүр емес пе? Бәрібір, әйтеуір бірдеңеден жаралғанымыз анық. Аңыз бойынша балшықтан, құстан жаралдық. Адам мен Хауана боп жұмақта жүрдік. Маған салса бәрін сызып тастап, тек Ақалтекеден жаратар едім. Сонда сіз екеуміз қазір қалай отырар едік? Стол басында қалай отырарын екеуі де көз алдарына қатар елестетіп, рахаттана күліп алды. Оған да үйренген болар едік, деді Жасын, әлі де күлкісін жия алмай. Сонда маймылдардың отырысына күлерек. Бәрі де үйренуге байланысты. Қалай ойлайсыз? Маймылдар өз өмірін біздің өмірімізден төмен санайды дейсіз бе? Адам емес, маймыл боп жүргендеріне кейде олар да тәубе келтіруі мүмкін. Біз тағы да ауытқып кеттік. Ол қайтадан байыпты үнге көшті. Солай, мен тоқ адамды жек көрем. Өйткені тоқ адамның көзі соқыр, құлағы терең келеді. Оларға өнер де, ұлт та, ертеңгі күнде, дүниедегі өзгерістер де қажет емес. Оларға қарын ғана қажет. Отырған орны, мінген көлігі ғана қажет. Бітті, басқаның керегі жоқ. Өмірден түк сезінбей осылай өтеді. Солай өтерін өздері сезбейді. Соны сезініп оларға жаның ашиды. Және бұл тақылеттің адамдары кеміп келе жатқан жоқ сияқты. Барлық ауру осында. Қайда барсаң да алдыңнан шығады. Құранды ұран деп берсең, ұран деп, ұранды құран деп берсең, құран деп оқи беретіндер. Оларға бәрібір. Бір қарыс жоғарылау үшін Құран мен Төлетайды абайыңмен қосып аяғының астына қоюдан тайынбайтындар бар. Адамдармен араласқанды көп ұнатпаймын. Ойсыз, көзсіз, санасыз басты кездестірем бе деп қорқам. Кісіге жұғымым жоқ шығар деп те өзіме сын көзбен қарап көргем. Лайым солай болса деп те тілегем. Өкініштісі сол, қателеспеген екем. Мен сізді осындай топқа қимадым. Сол топқа тағы бір адам қосыла ма? Ол және сіз сияқты міндетті түрде әдемі болу керек пе?
Онсыз да оның құрбаны жеткілікті ғой деп күйіндім. Және бір көргеннен сіздің санаңыздың өзгелерден биіктеу парасатқа жақын екенін көріп қалдым. Менің бүгін айтпағым осы еді. Өйткені тұл болсаң құл бол деп қол сілтей салатын арзан топтан алыс көріндіңіз. Ал ойлы адам ой мен қырда шашылып жатқан жоқ, іздеу керек. Сондай сирек қасиетіңіз бола тұра, оны пендешіліктің оңай жолында тұншықтырғалы жүр екен деп тіксінгем. Сізді алғаш көрген кезде ішімде ыза қайнап еді, кейіннен ашуы қайтты. Бағила жасынның ашық та қоңыр үнмен айтылған байыпты, ойлы мағынасы терең, әрі күйініші мол сөздерін бар ықыласымен зейін қоя тыңдады. Ол өз өмірінде бұл тақырыпта дәл осындай сөз айтқан адамды кездестірген емес. Бір жерде біреу осылай депті деген жанды да көрген жоқ. Жас қыз жасынның ойы тасқындаған сөздерінің жалпы мағынасын анық аңғарғанмен, жекелеген сөйлемдеріндегі тарам-тарам мәніне тереңдей алмады. Әйтсе де, ол қарсы алдында отырған маңдайлы ашаң жігіттің телегей теңіз білім мен биік парасат иесі екенін, жебедей өткір, сүңгідей салқын жанары жақынды емес, алысты көруге жаралғанын, қабырғасы қарабасының ғана бүгіні мен ертеңі үшін қайыспайтынын аңғарды. Және оның айтқан сөздерінің бірі бүгін, не кеше пайда болған пайымдау емес, бұдан әлдеқашан бұрын мың ойланып, мың толғанып барып жасаған нақты да бұлтартпас түйіндері сияқты. Егер ол білген мен түйгенін түгел ақтарар болса, Бағила төбесінен жауған ойбұршақтарының бірде-бірін ұстай алмай қалатындай сезінді. Дәл қазір Бағила баяғыда көпеде бір кездесіп ғайып болған осы бейнені ұмыта алмай күні кешеге дейін өзімен өзі арпалысқа түсіп келгенін, онымен қас қағым сәтке болса да тағы бір жүздесуді іштей тілеп, далаға шықса көңілі әлдебіреуді алаңдап іздеп келгенін есіне алды. Сол адам алыста емес, қасында отыр, түсінде емес, қиялында емес, өңінде. Қабығын жарып шығуға талпынған балапан секілді осы бейне есіне түскенде жүрегі мезгіл-мезгіл жұлқынып қоюшы еді. Неге екені белгісіз, қазір ішкі дүниесі тұнық көлдің бетіндегі қалтқыдай тып-тыныш. Оның орнын жанға жайлы, жайма шуақ жылылық алмастырыпты. Жас қыз өз жүрегінде пайда болған тағы бір таңқаларлық сезімді аңғарды. Ол жасынға деген бойжеткен қыздың ғана ықыласы емес, парасаты биік, ойы үстем адамға саналы түрде құлаған көңілдің қасиетті сезімі еді. Соңға оянған сабырлы сезім шылбыр шұбатқан алғашқы аса ықыласты бірте-бірте өзіне тартып, алысқа жортса шаршамас байыпты да бағдарлы қалыпқа түсіріп кеткен сияқты. Оның ішкі дүниесі кенет қуанышқа толып, сол қуаныштың әсерінен жасын туралы осы кезге дейін не ойлағанын, қандай арпалыстарға түскенін, қалай жек көргенін, жек көре тұрып қалай жақсы көргенін, оны ұмыта алмасын түйсінгенін, бәрін айтқысы, сол үшін алдындағы орта бокалды толтырып, шампанды ішіп салғысы да келді. Және бұл ойдың қайдан сап ете қалғанына, оған ненің түрткі болғанына да түсінбеді. Аттай бір сағаттан соң екеуі кафеден шықты. Аспан бұлт болғанмен жаңбыр жоқ. Кафе маңындағы жас қайыңдардың кеше жауған қар аралас жаңбырдан бойлары әлі жылымай, қимылдауға да ерініп тым-тырыс тұр. Сквер ортасындағы суы тартылған бассейнге сарғайған бұрымын бәз баяғысынша жая төккен екі түп сәмбі тал сары уайымға салынып қимылсыз қапты. Сыздауыт жерде шашылып жатқан жапырақтарды сытырлата басып екеуі үнсіз келеді. Бағила бойы тоңазиын деген соң сумкасын иығына асынды да күздік пальтосының жағасын көтеріп қалтасына қолын салды. Ол үнсіз жүріп келе жатып, жасын екеуінің арасы тым жақындап кетпеуін қатты қадағалаумен болды. Бағила қазір ғана аңғарды, екеуінің бойы қылышпен кескендей тең екен. Қыз үшін бұл жігіт бойынан табылған жалғыз кемшілік еді. Өйткені Бағила қыздың жігіттен аласа болғанын ұнататын. Тіпті бірдей болуды да кемшіліктей көретінді. Менің платформам бар ғой, деді ол іштей неге екені белгісіз бұл ойына қарсы жауап іздеп. Оның өзі 7 сантиметр. Мен одан 7 сантиметрге аласамын. Толығынан жетеді. Жігіттен 7 сантиметр кіші болу жарасымды ғой, тіпті халықаралық стандарт. Ол өз ойынан өзі жымиды. Төмен қарап келе жатып көз қиығымен жасынның аяқ киіміне ұрлана қарап қойды. Жасында да платформасы қалың туфли бар екен. Биіктігі 5-ден аспайды.
деді Бағила тағы да іштей жымиып. 2 сантиметр. 5-і бар, әйтеуір одан аласамын ғой. Ғажап, деді ол тағы. Мен не ойлап келе жатырмын? Не деген қажетсіз ұсақ ойлар. Жасынның қасында келе жатып, дүниедегі ең арзан, ең жеңіл, түкке тұрмайтын сауалдар басыма қайдан келді? Сіз сабаққа барасыз ба? Деді Жасын тротуарға түскен соң. Қыз бірден жауап қатпады. Араға бірнеше секунд пауза түскен соң барып. Зауқым соқпай тұр, деді. Сізбен мына кездесуден кейін лекцияға баруды жөн көрмей тұрмын. Демек, менімен кездесу сізге кесірін тигізген екен ғой. Керісінше, тыныш ойларымды аудиторияға барып, у-шуға жем еткім келмей тұр. Егер әрбір жаңа ой келген сайын оңашала беретін болсаңыз, онда университетті тастауыңызға тура келер. Жоқ, деді қыз күліп. Қорықпаңыз, мен сізді кездесуге шақырып мазаңызды алмаймын. Қызық екен, деді Жасын да езу тартып. Менімен кездеспесеңіз басыңызда жаңа ой тумай ма? Неге тумасын? Бірақ бұрын мен өз ойыма өзім қожа болатынмын. Енді сіз араластыңыз. Әрбір сауалдың жауабына күдікпен қарайтын болдым. Олар оңаша көшемен жүріп отырып Бағиланың үйінің тұсына да келіп қалғандарын аңғармай қалды. Байқайсыз ба? Деді қыз Жасынның иығына иығы тиіп кетуге сәл-ақ қалып. Кеше таксиде біз көп нәрсе жайлы айтып үлгерген едік. Бүгін жаяу жүріп ештеңе де айтып үлгермедік. Неге? Мұндай сұрақтың қажеті жоқ, деді Жасын қабақ шытып. Лирикалық повестердің кейіпкерлеріне тән сұрақ. Жауабы баяғыдан белгілі. Сіз лирикалық повестерді жек көресіз ғой. Бұдан былай болғанын қаламасем. Ғажап екен. Ал мен сіздің... Бағила, деді Жасын оның сөзін бөліп. Шынында да, атыңыз қандай нашар еді? Айнымаған арзан карамель. Сізді жеңгеңіз Сур деп атайды дедіңіз бе? Я, деді қыз ренішін жасыра алмай қысқа жауап қатып. Ол да жетісіп тұрған жоқ. Бірақ сіздің атыңызға қарағанда тәуір. Мен де солай атайын. Сур, сіз үндемей жүре аласыз ба? Бағила жігіт жүзіне жалт қарады да, екі беті от боп жанып ернін тістеді. Бойын буған намыс пен ұят енді оны жерге сыйғызбай, әлде қайда алып ұшып кеткендей, бір сәтке өзінің бар жоғында ұмытты. Жүріңіз, деді жігіт, кілт баяулап қалған қызға жай ғана мойын бұрып. Кейде қатар келе жатып сөйлегеннен үндемеген әсерлі. Бір-біріңді жақсы білуге жағдай туғызады. Оны оңаша қалып та елестетуге болады ғой, деді қыз жыларман халде әзер сөйлеп. Жоқ, екеуі екі басқа. Оңашада ой шашырағыш. Сізбен қатар келе жатқанда ол ешқайда бұрылмайды. Сізбен қатар келе жатқанда деген сөз Бағиланың намыс өртіне табан асты су сеуіп, көңілін жадыратып кетті. Демек, оның ойы басқа екен ғой. Демек, ол мен жайлы, ол дірілдей демалады. Бірде киіз, бірде мүйіз неткен адам, деді ол наразылық пен разылықтың тең ортасына түсіп. Олар Бағиланың үйінің жанына кеп тоқтады. Ал қоштасайық, деді жігіт. 1 сағат девем? Ол сағатына қарады. 2,5 сағат уақытыңызды алыппын. Оған кешірім өтінем. Ол қалтасынан аты жөні, адресі, телефоны жазылған карточкасын қызға ұсынды. Қажет деп тапсаңыз хабарласыңыз. Қай уақытта болса да ұялмаңыз. Сонан соң өтінемін. Маған қалай айтсам екен? Я, маған деген ықыласыңыз оянбай-ақ қойсын. Сіз ұятсыз екенсіз. Қалай аузыңыз барады? Қателессем кешіріңіз. Бірақ сіздің көзқарасыңызбен барлық қимылыңыздан маған ауған ықыласыңызды байқап қалдым. Керегі жоқ. Қыз жылап жіберді. Сіз барып тұрған эгоистсіз. Сіз адамды жәбірлеуге, намысына тиюге құмарсыз. Кете беріңіз. Сізді көргім де келмейді. Сіз сияқты ойлы қызға бұлайша жас төгу, ашу үстінде ащы сөзді ақтара салу жараспайды. Өмірдегі барлық шындыққа көзді ашып, батыл қарау керек. Лириканың қазір керегі жоқ. Оның үстіне тарих пен археология ғылымы зерттеушісінің әсершіл болуын қаламайды. Кетіңізші, өтінемін, сау болыңыз. Сізбен бұлай қоштасам деген ойымда жоқ еді. Ренжімеңіз. Мен бар болғаны ойымдағыны жасырмай айттым. Ол сізді құрлаған боп көрінген шығар. Шындықты естігенде бәріміз ар намысты аяқтың астынан іздеуге үйренгенбіз. Мұның да керек жоқ. Осы есіңізде болсын. Сау болыңыз. Жігіт бұрылып жүре берді де сәл кідіріп. Ертең шетелге ұшуым керек, деді. 10 күннен соң келемін.
Қайда ұшсаңыз да, қанша күн болсаңыз да маған бәрібір, деді қыз орамалын сумкасына салып жатып. Сонан соң жасынның әлі кетпей тұрғанынан ыңғайсызданып, әлдене дегісі келгені сол екен. Қай жаққа деген сұрақтың аузынан қалай шығып кеткенін аңғармай қалды. Жасын оған қарап тұрып жайлап жымиды. Бағила оның салқын жанарына тағы да жылылық ұялағанын байқады. «Кубаға», деді ол қысқа ғана қайырып, жазушылардың делегациясымен. «Жолыңыз болсын». «Рахмет, қол алысып қоштасамыз ба?» Қыз оған жайлап қолын ұсынды. Байқаусыз ұстасаң саусақтары үгітіліп кетердей жұп-жұмсақ, ұядағы балапандай жып-жылы екен. Сол жылылық электр тогындай Жасынның жүрегіне жетіп барып шым еткізді. Ол қолын тез тартып алды. «Кездескенше», деді еш өзгеріс болмағандай бұрынғы қалпын сақтап. Қыз басын изеді. Жасын тротуарға түсіп, тез-тез басып ұзай берді. Ол өзіндегі кілтпен есікті ашып ішке кірді. Зал жақтан барынша қатты қойылған Огинскийдің полонезі естіліп тұр. Демек, Мәнсияның үйде болғаны. Оңаша қалса, ол ылғи да музыканы осылайша барынша қатты қойып тыңдайды. Бағила пальтосын киім ілгіште қалдырып, аяғына тапочкасын сұға салды да өз бөлмесіне қарай беттеді. Залдың ашық есігінің тұсынан өте бергенде, ол өз көзіне өзі сенбей кілт тұрып қалды. Мәнсия илікпейтін оң қолына балалардың матрос қуыршағын құшақтап алып, музыка ырғағымен жайлап билеп жүр. Көзі жұмулы. Сол жағына қарай қисайып біткен мойны полонездің әсем әуенімен матрос құшағында балқып жүрген қыздың бақытты сәтін танытқандай. Ол бір оңға, бір солға ширек адым ғана жасап, ақырын ғана айналады. Илікпейтін оң қол матростың белінде, сол қолмен қуыршақтың кішкене алақанына салып алған. Ақырын қимылдағандықтан протез аяқтың кемістігі түк те білінетін емес. Үстіндегі көгілдір жұқа кофта мен американ джинсыйы жүп-жұмыр денесіне жарасып ақ тұр. Бағила мынадай биге ұзақ қарауға дәті шыдамай, лып етіп өз бөлмесіне өте шықты. Бөлмесіне кіріп, сумкасын стол үстіне қойғанда, жүрегіне қорғасындай бір ауыр сезімнің ұялағанын байқады. Ол креслоға кеп, шалқалап біраз отырды да, Ремарктың жұмақтағы көлеңке романын қолына алды. Сатып алғаннан бері тірі жан ұстамаған кітап адам қолын жатсынып қалғандай сытырлап әрең ашылды. Бұл авторды ол жақсы көріп кетті. Сәргелдің кітапханасында оның әр жылдары шыққан бірнеше романдары бар екен. Қолда бар кітаптардың бұл соңғысы, әрі жазушының да соңғы кітабы. Ол алғы сөзін оқи бастады. Автордың романды аяқтай алмағанын, шығарма алғашқы үлгіден кейін қайта қаралмаған күйінше басылып отырғанын ұқты. Ары қарай оқығысы келмеді. Басын қайта көтерді. Залдан полонездің ақыл ойыңды тұтқындар құдіретті әуені анық естіліп тұр. Мәнсия Бағила келгелі оны 3-ші рет қойды. Демек, ол әлі матроспен билеп жүр. Сүйікті матросымен. Бір кезде музыка бітті. Мәнсияның пластинканы орнына қойып, проигрывательді өшіргені, сонан соң протез аяғы тақ-тақ етіп ас үйге қарай жүргені естілді. Ол ас үйге жете берді де қимылсыз қалды. Мұнда біреу-міреудің кіргенін сезген болса керек. Сонан соң киім ілгіш жаққа кетті. Шырт еткізіп шамды жағып, шырт еткізіп ізінше қайта өшірді. Оның тықылдаған аяқ дыбысы бері қарай жақындай берді. Бағила кітабына жалмажан үңіле қойды. Әріптер секіріп билеп жүрген секілді бастарын біріктіре алмады. Бөлменің есігі кенет сарт етіп ашылғанда, ол селк ете түсіп, солай қарай мойын бұрды. Мәнсия есіктің тұтқасынан қыса ұстап, бұған жеп жіберердей өшпенділікпен қарап тұр екен. Жүзі сұрланып, екі көзі жалт-жұлт етеді. Бағиланың жүрегін қорқыныш билеп, енді не боларын үрейлене күтті. «Мен қалай билейді екем? Көңілің тойғанша қарадың ба?» деді ол ызадан жарыла жаздап. «Манс деме мені. Сенің олай атауға хақың жоқ. Мен жаңа ғана келдім», деді Бағила оның бұрқанған ашу ызасын қандай сөзбен тоқтатудың амалын таба алмай. «Өтірік. Кәне, қанша бет оқыдың?» Ол таңғажайып жылдамдықпен тақ-тақ басып келіп, Бағиланың қолындағы кітапты жұлып алды. «Алғашқы бет. Демек, сен менің биіме қарап тұрғансың». Ол кітапты столға лақтырып жіберді. «Мен саған айтып тұрмын ғой, жаңа ғана келдім. Сенің айтып тұрғаның қандай би?» Амалсыз алдауға тура келді. «Сенбеймін. Пальтоңды ұстап көрдім. Жып-жылы. Міне, сумкаңды көрейін, ол да жып-жылы».
Бағана келгенсің де биімді тамашалап тұрып, мені іштей аяғансың ғой. Аядың, күлдің, мазақтадың, енді кеп кітап оқыған бұл отыра қапсың. Сұлулардың бәрі залым, бәрі қу, бәрі екі жүзді. Мен оларға сенбеймін. Бағила мұнан әрі не сөйлерін білмей жұмған аузын ашпады. Әсем музыкаға матросмен беріле билеп жүрген сәтін бұзғысы келмегенін, бұза қалса, оны бұдан да жаман күйге түсер деп батылы жетпегенін Бағила оған қазір түсіндіре алмасын ұқты. Мәнсия Бағилаға ызғарлы көзін тапжылтпай тесіле қадап тұрды да, өз ернін өзі қыршыбалардай тістеніп, есікті сарт жапты. Бағила не болса да, оның әйтеуір шығып кеткеніне қуанды. Байғұс қыз, деді есік жақтан көзін тайдырғанда ауыр бір күрсініп. Оқымайтынын білсе де, ремаркты қайтадан қолына алып, келген бетін ашты. Бірақ одан әріптерді емес, өзіне қадалып тұрған Мәнсияның ыза мен өшпенділікке толы қанталаған көздерін көрді. Ол кітапты сарт еткізіп жаба салды. Жексенбі күні Серботаға амалсыз айтқан уәдесін орындап, Бағила онымен 2 сағаттай қыдырып келді. «Лике», деді ол көңілді дауыспен кірген бетте. Мәлике ас үйде балаларын тамақтандырып отыр еді. Бағиланың даусын естіп, орнынан ұшып тұрды да қарсы жүрді. «Қалай тез қайтқансыңдар? Немене, ұрсып қалдыңдар ма?» «Ой, Лике!» Ол басын шайқап күлді. Пальтосын шешіп, қол сөмкесінде ілгішке қоса ілді. «Ер адамдар неткен қызық, ол маған не айтты десеңізші?» Ол тағы да сықылықтай күлді. Мәлике абайла дегенде 2 саусағымен ернін басып, Сәргелдің жұмыс кабинетін иегімен мезгеді. Бағила есімнен шығып кетті ғой дегенді танытып, аузын ашып тілін шығарды. Аяғының ұшымен басып, өз бөлмесіне қарай беттеді. «Я, ол не деді?» Мәлике әйелге тән құмарлықпен оның сөзін асыға күтті. «Екеуміз паркке жеткенше сөйлескен жоқпыз. Ресторанда да бір-бірімізге тіл қатпадық. Қайтып келген соң жаңа ғана, дәл есіктің алдына жеткенде ол «Үйленейік, Бағила» дейді. Ол сықылықтай күлді. Мәлике де қосыла күлді. «Ой, шегім-ай, институт бітірген, университетте сабақ береді, кандидаттық диссертация жазып жүр. Бірақ әлі бала, 10 кластың оқушысы да қазір бұлай сөйлемейді. Сонда ол қайда жүрген? Мектепті де, институтты да жалғыз өзі жеке оқып бітірген бе? Үйленейік. Ой, қуанғаным-ай!» «Несі бар?» деді Мәлике әзілдеп. «Қазіргі қыздардың жігіт лексиконындағы ең сүйікті сөзі. Және олар мұндай балаңдықты тазалық деп қабылдайды. Саған олай көрінбей ме?» «Ондайларда болуы мүмкін, бірақ ол өмірдің қайнаған қақ ортасында жүр ғой. Естиді, көреді, оқиды, ұғынады. Сөйте тұра қызбен қалай сөйлесуді әлі білмейді. Ал егер оқымаған болса ше, онда олар көрінгеннің құлы боп кетеді. Және ғалым болғалы жүрген адамның осыншалықты ынжықтыққа дейін момын болуы ятақ. Оның үстіне менімен алғаш рет оңаша кездесіп отыр ғой. Үйленейік деген сөзді ар жетіп қалай айтады?» «Сен не дедің?» «Мен не дейін? Кеш қалдыңыз, жігітім бар дедім. Соның рұқсатын сұрап көрейін дедім. Бұл сөздің аузыма қалай түскенін білсем, не қыл дейсіз? Өзімді өзім ұстай алмай күліп жібергенім. Сонан соң қоштастым да үйге кіріп кеттім. Ол әлі тұр ма екен? Терезеден қараңызшы». Мәлике перденің қабырға жақ шетін жаймен ысырып, бір көзімен сыртқа қарады. Басында шляпасы бар, ақ плашты жігіт пе? «Иә, кетіп бара жатыр». «Оф, Құдайға шүкір, таңға шейін тұрып алама деп қорқып ем». Мәлике пердені қоя берді де жай ғана күрсінді. «Дегенмен обалақ», деді оны аяп. «Сіздің жаныңыз ашыса, айғайлап тоқтатайын». Екеуі де қосыла күлді. Олардың күлкісін кенет шар ете түскен есік қоңырауы үзіп жіберді. Мәлике бұл кім болды екен дегендей әдемі көз шарасын үлкейтіп Бағилаға бір қарады да коридорға шықты. Бұлар әңгіме қызығына түсіп дабырласып кеткендіктен кабинетінде отыра алмаған ба, Сәргел де 2 қолын артына ұстап, сыртқы есік пен ас үйдің ортасында теңселіп жүр екен. Мәлике шыққан кезде ол есікке бұдан бұрын жетті. Ішке 20-21 шамасындағы жас жігіт кірді. «Сәлеметсіздер ме?» деді ол әйел мен еркектің өзін сұраулы да күдікті пішінде үнсіз қарай қалған жүздерінен қатты қысылып. Сәргел аманда орнына басын изеді де не айтқаны белгісіз ернін күбірлете салды. «Сізге кімнің үйі керек еді?»
Кімнің үйі екенін білмеймін, деді жас жігіт одан бетер қысылып. Мені бір кісі, бір жас жігіт жіберіп еді. Қызық екен, деді сәргел жігіт пен Мәликеге кезек қарап. Оның ойнақы жанарынан әйеліне деген күдік жалт ете қалды. Ол кім деген жігіт? Суретші, жақсы суретші. Я, жақсы суретші не дейді? Біздің суретімізді салуға шақырып жатыр ма? Жас жігіт бейтаныс үйдің иелерімен мұнан әрі сөйлесіп тұра беруге шамасы жетпейтінін біліп, қолтығындағы ақ матамен оралған хатты іргеге сүйей салды. Осы суретті беріп жіберіп еді. Адрестен жаңылмаған сияқтымын. Мазаларыңызды алғаным үшін кешірім өтінем. Сау болыңыздар. Ол бұлардың қоштасуын күтпей-ақ шығып кетті. Сәргел мен Мәлике бір-біріне қарады. Күйеуінің жанарынан өзіне деген сенімсіздікті аңғарып, Мәлике мойнын иығына батырып, басын шайқады. Бейтаныс біреулердің енді сәлемдемені үйге жіберу қалып еді. Ал, аш көрейік, деді сәргел екі қолын қайтадан артына ұстап. Мәлике іргеде сеулі тұрған ұзындығы бір, ені жарты метр келетін ақ матаға ораулы затты алып, оның байлауын шеше бастады. Ақ капрон жіптің өрнектеп байлануы мен дүкеннен жаңа шыққан ақ матаның мұнтаздай тазалығынан, оның мұқият оралғанынан ол белгісіз суретшінің ерекше ілтипатын, ерекше ықыласын байқап қалды. Мәлике ақ матаның орауын түгел жазып шыққанда, оның қолында үлкен портрет қалды. Алтын жалатқан жақтауы шам сәулесімен жалт-жұлт етеді. Ол портретті аяқ киім сөресінің үстіне қойып қабырғаға сүйеді. Бұл Бағиланың суреті еді. Портрет майлы бояумен жазылып, төменгі жағына Е.И. деп суретшінің аты жөнінің басқа әріптері қойылыпты. Сәргел мен Мәлике портреттің ғажайып орындалғанына таң қалғандарын жасыра алмай, демдерін ішіне тартып оған үңіле түсті. Суретші бойындағы бар қабілеті мен фантазиясын осы шығармасына сарқа жұмсағаны көрініп тұр. Жағылған бояулардан қылқаламның ізі де байқалмайды. Мұнда тек таңғажайып сұлулық бейнеленіпті. Оның тұп-тұнық, бір түйір көмірдей қап-қара қарашығы мынау дүниеге, ондағы сан қилы құбылыстар мен адамдардың тіршілігіне таң тамаша боп қарай қалған. Қастарының орта тұсы жоғары қарай сәл көтеріліп, оның ішкі дүниесінде пайда болған алғашқы сұрақтарды сыртқа сүйрелеп тұр. Ол жанар өзінше жаңалық ашудың азақ алдында сияқты. Сол жаңалығын бір-біріне сәл ғана қиюласпай тұрған үлбіреген балаң еріндер келесі бір сәтте таң қалған үнмен баяндай жөнелетін секілді. Сұлулық пен пәктік, пендешілік пен тіршіліктің ұсақ түйегіне, пайғамбар биіктігінен қарап тұр. Мұндай әсемдік пен тазалықты бұзуға, оған дақ түсіруге батылың да, арың да жетпейді. Оған қарап тұрып, өз бойыңдағы тазалықты еріксіз таразыға салуға мәжбүр боласың. Таразыға саласыңда қоқысың мен лайсаңыңның баршылық екенін көріп, өзіңді өзің бейшара санайсың, өз-өзіңнен ұяласың. Мынау Бағила ғой, деді сәргел портреттен оқыс кейін шегініп. Бет сүйегі шығыңқы, жұқа өңіне қан теуіп, Мәликеге аңырая қарады. Енді ғана таныдың ба? Мен мұны сен екен деп тұрсам? Сенің басыңдағы қандай ой екені белгілі ғой. Мені біреу осылай салса, бақыттылықтан жарылып өлерем. Сәргел әйелінің әлденеден толқып тұрғанын байқады. Ол ызалы кекесінмен Мәликеге көздің астымен қарады. Онда сол суретшіні шақырайық. Өткен жолы медеуде сәлемдеме жіберген жігіт қой. Таптырып аламыз. Сенің де портретіңді жасасын. Бәрібір мұндай боп шықпайды. Бақыттылықтан жарылып өлу үшін қандай болуы керек? Мәлике оған ызалана қарады. Дәл осындай болуы керек. Дәл осындай. Бұл Бағила ғой. Кеуінің ащы астармен қадап айтқан сөзі Мәликенің кеудесіне ыза құйынын бұрқ еткізді. Бірақ ол сыр білдірмеуге тырысып, бәрінде ішінде тұншықтырып қалды. Сэр, деді ол аздап даусы дірілдеп. Ас үйдегі балалардың қасына бара тұршы Құдай үшін. Соңғы сөзінің артық екенін ол кеш сезіп қалды. Күткеніндей-ақ сәргелдің қазымыр жіңішке даусы құлағына жетті. Неге Құдай үшін? Мәлике сөз таба алмай қалтырай күрсінді. Балалар көптен бері өздері отыр. Ал Құдай үшін деудің қажеті қанша еді? Сэр, деді ол Бағиланың портретіне қарап тұрған қалпы. Тым ұсақ болмасаң етті. Ұсақ мінез адамның жүйкесін тоздырып, тез қартайтатынын білесің ғой. Кәрілік оның жанды жері.
Өзіне мүлдем қатысы жоқ болса да, әйелінің қасында отырғанда кәрі, шал деген сөзден Сәргелдің құлағы үркеді. Тез қартаяды деген тұжырым оның тілін байлап, көмейінен аңыздап шыққалы тұрған түйдек-түйдек сөздерін ішіне қайта айдап апарып қамап тастады. Бірақ ол ойдан тосылғанын білдіргісі келмей басын кегжитіп, ас үйге қарай асқақ басып кете барды. Ол есіктен еніп бара жатып кері бұрылды да иегін көтеріп тұрып, ертең бұл суретті мен көрмейтін болайын деді. Сөйтті де есікті тарс жапты. Күйеуінің өз үстемділігіне берік сенген өктем үнімен осымен бәрі бітсін дегендей есіктің сарт ете түсуі Мәликенің арына тиіп ызасын ду көтерді. Ол сол орнында не ары, не бері жүрерін білмей, қастары түйіліп жазылып біраз тұрды да, күйеуінің соңынан есікті жұлқи ашып кіріп барды. Әйелінен мұндай әрекет күтпеген Сәргел екі көзі шатынап, оған аңтарыла қарап қалды. «Сэр», деді Мәлике өзін барынша сабырлы ұстауға тырысып, асқақ үнмен. «Балалардың алдында дауыс көтеріп жатқанды ұнатпайтынымды білесің. Сонда да болса айтпасқа лажым жоқ. Өйткені маған зекігеніңді бәрі естіді. Жарайды, сол үшін шыныдай шытынап тұрған мен емес. Бірақ есіңде болсын. Сен Бағиланың ішкі тірлігіне араласпа. Оның үстіне бейтаныс суретшіге барып ол жалынған жоқ. Сенің әлгі бұйрығың орындалмайды. Иә, мұндай сөзді есту саған әрине ауыр, бірақ ауырда болса айтуға тура кеп тұр. Сәргел балаларға пирог кесіп отырған пышағын оң жағына жайлап ысырып қойды да, Мәликенің көзінен көзін алмаған бойы орнынан ақырын көтеріліп, сәлден соң барып бойын біржолата тіктеді. «Бұл бунт қой», деді ол тісінің арасынан әрең дегенде залана сөйлеп. «Білмеймін, бірақ әлгінде суретті далаға лақтырып тастау көргендіктің белгісі болмайды. Онымен Бағиланың көңіліне қаяу саламыз», деді Сәргелдің кірпік қақпай жансыз адамша сілейіп қатып қалғанын бір жағынан аяп, бір жағынан аз-маз жасқанған Мәлике үнін әуелгіден бәсеңдетіп. Сәргел ләм демеді. Ас үйдің ортасына қойылған тіреудей қимылсыз тұрған денеге жан бітіп, ол екі қолын артына ұстады да, аяғынан өзге дене мүшесі селт етіп қимылдамай, есік жаққа бет бұрып, сол сірескен қалпы шығып кетті. «Жүрегі тағы қысылатын болды-ау», деді Мәлике іштей. «Есікті ашып ізінше кіріп келгенімді басынғандық деп ұқты ғой, сол намысын қоздырды. Артықтау болды ма екен?» Мәлике әлденеге таласып, шатақ шығара бастаған екі баласын екі ажыратып, екеуін екі бөлек отырғызды. «Тамақтарыңды ішіп болсаңдар, жатыңдар», деді зекіп. «Таңертең балабақшаға барарда тұрмай қаласыңдар. Қане, бәрібір тамақ ішіп отырған жоқсыңдар. Тұрыңдар». Ол балаларының бет-аузын, қолын сүртіп бөлмелеріне кіргізіп жіберді. «Ал, көп сөйлеспеңдер, жатыңдар». Аналарының ашулы екендерін ұқты ма? Екі бала бұртиып, амалсыз қиналып шешіне бастады. Мәлике Бағиланың қасына келді. «Сіздер тағы сөз таластырып қалдыңыздар ма?» деді Бағила ол кіріп келгенде кітабынан басын көтеріп. «Иә, Лике тағы мен үшін бе?» «Жоқ, суретші үшін». «Қандай суретші?» Баяғы оқиға естеріңізге қайта түсті ме?» Мәлике оған қарап жұмсақ жымиды да, «Жүр, ауыз үйге шықшы», деді. Бағила халатының жоғарғы түймесін салып, аяғына тапочкасын сұға салды да, табалдырықтың ар жағында өзін күтіп тұрған Мәликеге қарай жүрді. «Лике», деді Бағила күліп, «тағы не жаңалық дайындап қойдыңыз?» «Қазір көресің». Бағила ауыз үйде тұрған үлкен портретті көргенде алғаш не екенін ұқпай бір шама дағдарып қалды. Сонан соң қастары иіліп, сұқ саусағымен ернін басып біраз тұрды да, кенет екі беті ду етіп албырап шыға келді. «Таныдың-ау деймін. Сырге қарағанда түсінігің бар екен. Ол мұны менімен шатастырды», деді Мәлике өң мен түстің ортасында тұрған қызды тұман арасынан бері шығарып. Бағила Мәликенің жүзіне бұрылып қарады да, жанары сауал мен күдік қауіпке толып, одан көз алмай тұрып қалды. «Неменеге маған тесірейесің?» деді Мәлике үніне әдейі реніш пен наз араластырып, әрі оның осы тұрысына мейлінше сүйсініп. «Сауап, саған сол керек». Бағила әлден соң барып, әрең дегенде тілге келді. «Менімше, бұл онша жақсы емес», деді ол даусы дірілдеп. «Немене жақсы емес? Сурет пе? Онда суретшіні шақыртып, сиырдың портретін жасатайық. Соған қарада тұр», деді Мәлике бастырмалатып. Жоқ, мен ол туралы емес. Бір кездескен адам, суретші, осылай?
Ұят емес пе, Лике? Енді оған өзің барып, бірнеше сағат алдында тұрған жоқсың ғой, әлде барып па едің? О не дегеніңіз? Ендеше ұялатын, қауіптенетін ештеңе жоқ. Керек десең, бұл сенің суретің емес, суретшінің фактіге негізделген фантазиясы. Сыр емес қой. Ал әдемілік жалғыз сенің ғана меншігің емес. Оған өзге жұрт та сүйсінуі керек. Құдай о баста әдемілікті сол үшін жаратқан. Қайдан білесің, 100 жылдан кейін бұл портрет сурет өнеріндегі інжу маржанға айналар. Ол бір жағы әзілдеген боп күліп қойды. Сол кезде барша жұрт 20 ғасырдың 70 жылдарында осындай тамаша сұлу бейненің, ақылды, талды бейненің өмір сүргеніне қуануы керек емес пе? Ертең қартаясың, мыжырайған кемпір боласың, ешкімге қажетің жоқ. Сөйтіп бұл дүниеден өтесің де кетесің. Ендеше көрсін басқалар, олар да сүйсінсін. Сұлулық жеке адамның ғана меншігі емес дедім ғой. Бағила мына сөздердің жалған екенін, рас екенін, не болмаса тым аспандатып айтылған сөздер екенін анық ажырата алмады. Әйтсе де көңіліне үйірілген әлгі бір кездегі үрей мен қысылудың біршама сейіле бастағанын сезді. Сэр екеуміз сол үшін аз ғана сөзге келісіп қалдық, деді Мәлике портретті қолына алып. Ол сурет өнеріндегі портрет жанрына қарсы. Әсіресе портрет немере қарындасының негізінде салынса. Ол аузын ашпай көмейінен тұншыға күлді. Мұны қайда ілеміз? Сенің бөлмеңе ме? Жоқ. Ертең бір амалын ойлап табармыз. Портреттегі бейне мен болмай сен болғаның қандай жақсы? Әйтпесе мұны ілуден бұрын сэр өзін-өзі іліп қояр еді. Лике, сіз оған көп қарсы келе бермеңізші. О, туысқандық намысың оянып келе ме? Мен оны аяймын. Қарай көр өзін аяғы шақ. Жарайды, дабырласа бергеніміз оның жүйкесін қажар. Мына портретті алда бөлмеңе апарып қой. Қарағың келмесе, орамалмен бетін жаба сал. Мәлике тағы бір тұншыға күліп алды да, дүниенің екі ортасында қалғандай қайда қозғаларын білмей тұрған қызға бара бер дегендей егімен өз бөлме жағынан нұсқады да, күлкісін тыйып Сәргелдің есігін ашты. Сәргел баяғы ас үйдегі қалпынан қалт өзгермей, екі қолын артына ұстаған бойы терезеге бетін беріп қимылсыз тұр екен. Мәлике бөлмеге жайлап басып кіргенде ол селт еткен жоқ. Қатар тұрған екі кереуеттің өзіне тиістісін ғана жөндеп, үстінен төсек жапқышын судырлатып, сыпыра бастағанда барып Сәргел бүкіл денесімен бері қарай бұрылды. Көзі сол баяғы ас үйден шығып кеткендегідей әлі бақырайып тұр екен. Содан бері кірпік қақпаған сияқты. Мәлике оның орнынан қозғала бастағанын көрсе де, көрмегендей жастығын түзеп қойды да жатуға дайындалды. Сәргел қақшиған бойы есік жаққа барды да, бері қарай қайта жүре беріп, әйеліне назар да аудармастан, бейтаныс аудиторияда лекция оқып жүргендей бір қалыпта қасаң үнмен сөз бастады. Атам заманнан бері еркек пен әйел ерлі зайыпты болып, неке суын ішкен соң, немесе неке куәлігін алған соң, олар бір үйдің, бір шаңырақтың астында тату өмір сүруге борышты болып келген. Ал тату өмір сүру деген әркім өз дегенін жүзеге асыруға, өз ойының дұрыстығын дәлелдеуге таласудан тұрмақ емес. Тіпті дәлелдеген күннің өзінде кеңірдектен, тасыр мінезбен, немесе ашу-ызамен дәлелденбейді. Керісінше, бұл қасиет семьяның арасына сыза түсіріп, оны ұлғайта берері анық. Ерлі зайыптылардың арасындағы қазір сендер көп айтатын тең правалылық, демократия дегенге мен иланбаймын. Семьяда бір адамның үстемдігі болуы шарт. Ал бір адамның үстемдігі жоқ жерде семья болудан қалады. Тең правалылық пен демократия екі жыныстың бірге өмір сүру үшін мүлде әлсіз әдіс. Ол кез келген келіспеушіліктен, болмашы қателіктен жерге түскен шыныдай быт-шыт бола салады. Сондықтан, қымбатты Мәлике, деді ол ары бері жүруін жалғастырып, қымбатты Мәлике дегенде даусын көтере түссе де ішкі толқудан аздап дірілдеп. Бұл үйде ешқандай демократияға орын жоқ. Әлгіндей ашу көрсету. Балаларымның көзінше әкелік намысымды таптап, есікті жұлқа ашып, үстіме атып жіберердей басып кіру мен үшін қорлық. Әйел адам қашанда ер адамның басын сыйлауы керек. Бәлкім, кейбір әйел өзін күйеуімнен ақылдымын дейтін шығар. Бірақ ақылдылық ондай тәсілмен көріне алмайды. Керісінше, әйел ақылды болған сайын зайыбын сыйлайды.
оның арын сыйлайды. Күйеуінің ақмақ екенін біліп тұрса да, оның намысына тимейді, кешіреді. Егер зайыбының санасы болса, ерте ме, кеш пе өзінің қателігі мен кешелігін сезінбей қоймайды. Ақылды әйелдің қасиеті осында. Ал егер әйел күйеуін ұнатпайтын болса, оның әрбір сөзіне таласып, жағадан ала бергенше, екеуі екі бөлініп, жеке қалағанынша өмір сүру керек. Семья болып тұрған жерде ер адамның үстемділік ететіні бар әлемге аян. Французың да, ағылшының да, италияның да, немісің де, орысың да, бәрінің де еркектері үйде үстемдік еткенді жек көрмейді. Ал үстемдік еткенді жек көретін болса, олар одан айырылған, сөйтіп алмағайып демократияға көшкен. «Сэр», деді Мәлике сұп-суық көрпенің астына кіріп, жайғасып жатқан соң, «лекцияңды біттің бе?» «Жоқ», деді ол әйеліне мойнында бұрмастан. «Және мен лекция оқып тұрған жоқпын. Оның біту-бітпеуі өзіңе байланысты. Егер сен менің айтқанымның бәрін түсінген болсаң, онда сөзде тамам». Мен бәрін түсіндім. Сәргел жүрісін тоқтатып әйеліне жайлап бұрылды. «Сенің даусыңда түсінуден гөрі ыза басым. Мен сөзіңе илана алмай тұрмын». «Мені қартайтпашы, сэр», деді Мәлике ашусыз, қоңыр даусымен. «Мұндай сөздерді иттің етінен жек көремін». Сәргелдің басы аздап кегжең етіп, әйеліне тесіліп ұзақ қарап тұрды да. «Бұл нағыз шындығың», деді әр сөзді таптай айтып. «Еркек атаулы, қойшы Құдай үшін», деді Мәлике ызалы үнмен оның сөзін бөліп. «Немене ол? Еркек, сенің еркектерде не шаруаң бар?» Сәргел оған таңдана, әр ызалана қадалды. Ішіне симаған намыс пен ашу шеке тамырын адырайтып, көзін шарасынан итеріп шығара жаздағалы тұр. Қатты күйінгендегі әдетімен мойны бір-екі рет қалтаң-құлтаң ете қалды. Еркектерде не шаруаң бар деген сөз оған еркек емессің дегеннің орнына айтылғандай көрініп, намысы мен жігерін құм қылып жіберді. Және бұл сөз ашумен емес, байыппен, салмақпен айтылды. Демек, мұндай пікір бүгін ғана емес, оның ойында көптен бері жатқаны, тек реті қазір келген соң айтылды. Сәргел осы тұжырымға тіркелгенде бойындағы намыс өрті бұрынғыдан да лаулап, жарылып өртеніп кетуге азақ қалды. Онысымен тұрмай, әйелінің тым бейғам, тым салқын қалыппен тумбочка үстінде жатқан Ремарктың романын қолға алып, бұрын келіп тоқтаған жерін көп іздеп абдырамай бірден тауып алып, сілейіп тұрған мұның қазіргі қалпы мен хал жайына мүлде көңіл аудармай оқуға кірісіп кеткені оны естен тандыра жаздады. Әйелінің бейғам да бейтарап қалпына, жартылай ашық жатқан аппақ төсі мен жұп-жұмыр мәрмәр иықтарына қарап тұрып, ол тұңғыш рет өзінің оны ешқашан жеңе алмасын. Айтыс пен арбасудың қандай түрі болса да, өзін тек жеңіліс қана күтіп тұрарын іштей сезінді. Және осы азапты мойындаулардың арғы бір ұшынан қылт етіп, тағы да тұңғыш рет өзінің бұл әйелге тең емес екендігін, жастықтан туындайтын ерлік пен тәкаппарлықтың арынды ағысына кәртәміз дене бөгет бола алмасын білдірген бір сезім көрінді. Тұңғыш бас көтерген осындай егіз сезімдер оның көн кеудесінің басқа түкпірінде жасырын жатқан жаңа ойларды да оята бастады. «Я», деді ол іштей, «жексұрын сезім жалқы оянса да тышқан секілді тез көбейді. Яғни бұл да балалай береді деген сөз ғой». Бұл Сәргелдің сауалдың шумағын жинап бола бергенде неге екені белгісіз, кенет есіне қайтыс болған әйелі оралды. Оның дәл қазіргі сәтте неге еске түсіп, қыстырылмас жерге қыстырыла кеткеніне ол жауапты іздеген жоқ. Тіпті іздемей-ақ табылып тұрған жауабын өз-өзіне анық айтудан да қысылатын секілді. Ол да дәл осы орында жатар еді. Мұның талай қытымырлығы мен қазымырлығына шамасының келгенінше төзіп, артық сөйлемеске тырысатынды. Сөйлей қалса да мұншалықты менмендік, кісінің жанын бір-екі ауыз асқақта темірдей салқын сөзбен таптамайтын. Және сөзсіз жатып алғаннан гөрі әйелдің өзіңмен тайталасып ұрысқанының өзі бұдан әлдеқайда артық па деп қалды. Демек, ол менен өзін жоғары санайды. Мен одан төменмін. Ол мені менсінбейді. Неден де болса тайынбайды. Оған бәрібір. Мен ол үшін құмырсқамын, қарашыбынмын, жәндікпін, тағылар. Мен ғана сөйлеуім керек, мен ғана айтысуым керек. Неге?
өзінің бұрыстығын менің дұрыстығымды дәлелдеу үшін. Неге дәлелдеуге тиіспін? Өйткені мен оның алдында тәуелдімін. Менің одан айырылып қалғым келмейді. Ал оған бәрібір. Міне гәп қайда. Сәргел осы қорлық пен азапты мұнан ары көтере алмасын сезді ме? Бұл жерде бейшара қалыпта тұра бергісі келмей коридорға шығып кетті. Түкте емес, болмашы ғана нәрсе, деді ол ас үйдің терезесі алдына тұрып. Тіпті өзгеге айтудың өзі ұят. Қайдағы бір суретшінің салған портреті, ерлі-зайыптылардың ажырасуына, семьяның бұзылуына себеп болған факт. Жұрт күлетін дәлел емес пе? Шынымен адамдар ұсақтаған ба? Бәлкім ойлары ұсақтаған шығар, іріден емес, кейде ұсақтан сүрінетінімізге себеп осы ма? Бірақ адам мен ой бір емес пе? Демек екеуі де ұсақтаған. Адам мен оның ойының бас қатырар мәселелерінің бір-бірінен алшақ болуы мүмкін емес. Иә, ол менен бөтен, мүлде бөтен. Егер мен өле қалсам, оның денесі дір ете түсті. Ары қарай ойын жалғастыруға, мен өле қалсам бәлкім ол жыламас та деген сөзді айтуға қорықты. Жол ортасында атың өлмесін, өмір ортасында қатын өлмесін деген баяғыда ұмыт бола бастаған ескілікті мақал есіне түсті. Бұрынғы әйелі тағы көз алдына елестеді. Ауылдағы ересек екі баласы, мұндағы үйелмелі сүйелмелі екі ұлы, қалт-құлт еткен аз өмірі, сырты бүтін, іші түтін тіршілігі. Сәргелге кенет олардың бәрі мүлдем бөтен адамдай боп көрінді. Бәрі де өзінен әлде қашан суыған, үйде жатқан екі бала да суық, Мәлике де суық. Бәрі де мұңсыз өмір сүре алады. Ешқайсысының күні бұған қарап тұрған жоқ. Кенет ғайып бола кетсе, ешкімде мұның орнын жоқтамайды. Қабырғасы сөгіліп қайғырмайды. Мұның денсаулығын ешкім Құдайдан жалбарынып тілемейді де. Жолдас жора, көз көргендердің бәрі солай. Жанашырлық жасап жүрген алыстағы туысы Қаратайдың да асып бара жатқан шамалы. Неге? Себебі қайсы? Бір-бірінсіз тұра алмайды деген адамдар қайда? Қайдаға не солар? Әлде өмір жолымда ондайлар кездеспеді ме? Неге? Әлде бірін-бірісіз тұра алмайтын адамдар адам ойының ғана жемісі ме? Пәленше өлді деп екінші біреудің қоса өлгенін неге көрмедім? Сонда олардың бәрінің қабірге бірге түсер бірде-бір достарының болмағаны ғой. Адам тек өзіне ғана қадірлі болған-ау. Мені кім іздейді? Мен кімге қадірлімін? Ол өзін жер бетінде еш жанашыры жоқ жетім баладай сезінді. Бір сәтке көз алды мұнартып кетті. Ол кенет есін қайта жиып, бойын ширақ ұстауға тырысты. Бұл не? Көз алдымның мұнартқаны несі? Әлде кәрілік пе? Адам бойына кәрілік осылай енетін шығар. Я, солай. Кәріліктің жан серігі уайым болар. Ендігі қалған өмір осылай өтпек пе? Тек осылай, еш өзгерісі болмақ емес пе? Сәргел ары қарай тереңдей беруден тағы шошынып, ойын қысқа арқандай тез жиып ала қойды. Болмайды, деді ол өзіне қайрат беріп. Өзіңді өзің кеміргеннен пайда жоқ, берік болу керек. Я, берік болу. Ол осы байламнан бойға дару тапқандай сәл қанаттанып, балалары жатқан бөлменің есігін ашып, монтиып, бейғам ұйықтап жатқан екі ұлына әлде күдік, әлде үмітпен біраз қарап тұрды да Мәликенің қасына келді. Ол түнгі шамды сөндірмеген қалпы кітабын жастығының астына қоя салып ұйықтап кетіпті. Әйелінің әдемі мүсініне, қиылған қою қара қасына бір көз тастап өтті. Әлде әлгі ишарасыздық пен өзін қорлаған сөзім әлі жылжымаған ба? Сәргел өз бойынан әйеліне деген еркектік нәпсіні, реніш пен өкпені ұмыттырып жіберетін қызығушылықты байқай алмады.